Әлем жаңалықтарына тоқталып өтсек. Солтүстік Корея ақш президенті Барак Обаманың жаулық әрекеттеріне ядролық жауап беруге дайынбыз деді. Ал Украина қарулы күштеріне қосымша 200 мың әскер қосылмақ. Бұл жолы әскери жұмылдыру жиыны шілде айына дейін жалғасады. Сондай-ақ Бразилияны бұрын соңды болмаған қуаңшылық жайлап барады. Толығырақ алдағы шетел топтамасынан көріңіздер. Киев 4-ші мобилизациялау аясында 100 мыңға жуық азаматты әскерге алмақ. Қазір украиндықтардың 75 мың тұрғыны шақыру қағазын алса, 2,5 мың адам өз еркімен келген. Бұл жолы әскери жұмылдыру жиыны шілде айына дейін жалғасып, қарулы күштердің қатарын 200 мың сарбаз толықтырмақ. Алайда кейбір сарапшылар бұл жеткіліксіз болуы мүмкін деп санайды. Украинада шақыру қағаздарын жіберу жоспары 100%-ға орындалды. Донбасс өңірінде сепаратистер әскери көлікпен жинап алып, жаза қолданады деп қорқытады. Олардың армиясы бірнеше ай ішінде миллион сарбаздармен толықтырылуы мүмкін. Бразилияда өзендер деңгейі күрт төмендеп, оңтүстік штат тұрғындары қуаңшылық зардабын тартуда. Рио-де-Жанейро қаласында жергілікті фермерлер жер астынан су алу үшін ұңғыма қазып, ағынды суларды арнайы сүзгішпен тазартуға мәжбүр. Табиғи апатпен күресу үшін үкімет 13 мың ферма қожайындарына $9 миллион ақша бөлген. Билік арнайы сүзгіш орнатқанмен бұл су ішуге жарамсыз. Мәселен, су тазарту процесі бактериялар және күн арқылы, яғни табиғи жолмен жүзеге асырылады. Ислам мемлекеті лаңкестік тобының содырлары Иордания ұшқышын тіріде өртеп жібергеннен кейін жергілікті билік тұтқындағы 2 террористі дарға асып өлтірді. Сот шешімі бойынша террористік қылмыс жасады деген айыппен барлығы 6 экстремистке үкім шығарылған. Естеріңізге салсақ, жақында исламшыл содырлар Иордания азаматының өлімін ғаламторға жариялаған болатын. Осыған қатысты мемлекетте мыңдаған тұрғын ереуілге шығып, билікті экстремизммен күресетін халықаралық коалициядан шығуды талап еткен. Ал Солтүстік Корея ақш президенті Барак Обаманы жаулық пиғылдағы президент деп танып, оның әрекеттеріне ядролық жауап беруге дайынбыз деп мәлімдеді. Сондай-ақ Пхеньян үкіметі республика идеологиясы мен әлеуметтік құрылымын бұзуға талпынатын, ақш-пен келіссөз жүргізбейтінін айтты. Ким Чен Ын басқаратын мемлекеттік қорғаныс комитетінің айтуынша, Корея ұлттық армиясы Чукче стратегиясына сәйкес әртарапты қару түрлерін жетілдірмек. Зарина Файзуллина, Данияр Кулбаев, Қазақ Ньюс.